Ал ағайындар, ассалаумағалейкум. Видео монтаж жүріп жатыр. Видеоны көрмес бұрын подписка жасап, лебіл басып қойыңыздар ағайындар. Ал біз кеттік. Ал мұнда айтатын болсам, өткен видеода сыртқыдан кірген жерін көрсеткем. Енді осы жерден шықты. Через терраска осы жерден өткіздік, өйткені есік болған соң стяжкеде қалдырдық. Мына жақпен ваннаға қарай өтті. Ар жақты ваннаны осылай текстер толтырған унитазымызды қойып алдық. Теплый пол суын жүргізіп, фольга тастап, пеноплекс тастап, стяжка қойдық бұнда. Сөйтіп, осындай перегородка жасадық. Мемода салып, суды осылай перегородканың арасында қалдырдық. Перегородканың арасында қалды. Топка осы жер болады, сондықтан теплый полды осы жерге қойдық. Терраска мен ваннаға екі точка болды теплый пол. Мына жерде теплый пол болды. Осы жақтан өтіп, гипсокартон бөлінген соң осындай бір комната пайда болды бізде. Стяжкамыз құйылып, барлығы жүріп тұр. Туалетке қалдырдық, аристонға тошқа қалдырдық. Және мына жерде душовой болады. Душовойға қалдырдық. Келесі видео бізде монтаж жүріп жатыр. Подачаны осы жерден көтеріп топкаға жібереміз. Монтаж жасалып жатыр қазір. Осы жерден пешті кесіп алдық. Және залдан заглушка жасалған. Құрметті ағайындар, мына жерден заглушка жасалып тұрған. Енді мына жерге үстінде подачаны қостық. Бұра қарай кетті. Пештігім бұлай қарай келмеген бұрын. Тек обратка болып келген тұғын. Обратканы бұлай қарай жалғадық. Бері қарай кетті. Бұлай қарай пешке қарай кететін болады. Жаңағы залда жалғанған подачасы осы жерде тұр. Батарейканы осы жерге қоямыз енді. Міне, мына жерге қойдық батарейканы. Уже бұл соңғы точка болып есептеледі. Екі трубамен жүргізілген бұрын. Сондықтан екі труба осылай келді. Жаңағы залдан шыққан труба осы жерге осы батарейкаға қостық. Ары қарай через душовой топкаға барады. Мына жерде паровойды батарейканы осы жерге қойдық. Бұрын ұзын батарейка тұрған мына жерде. Алдыңғы видеода бар. Подача осылай қарай кетті қазір. Мына жақты көрсетіп жіберейін. Міне, мына жақ топка болды. Мына жерден шығарып қойдық. И мына жерде пеш қоятын боламыз, құдай қаласа. Міне, оборотты да жасап қойды. Оборотқа осылай бачок қойып, ішіне құм толтырды. Өйткені мына жерде өрт шығу қаупі болмас үшін. Енді мына жерде жақсы бір алдағы уақытта видео шығатын болады. Өйткені біз жасап жатырмыз. Пока жасалу барысы, ертең монтаждалып, келесі видеоларда шығатын болады.
Өте ерекше пеш десе де болады. Заманауи. Оған арнайы видеомен айтатын боламын. Міне, құрметті ағайындар, мына жерге кафельді бастайын деп жатырмын. Бұл айынан өлшедім. 2-де 60 болды. Бұл айынан 3-те 80 болды. Сонда біздің керамогранитіміз 60-та 60. В общем, мына жақтан бастайтын болдым, 60-та тастайын. Сонда 20 см былай қарай түседі. Өйткені есіктің астына кіру керек кішкене. Екінші жағы мына жақтан басталады, төрден аяқ жаққа қарай кетеді. Сонда мына жерге 40 см табалдырыққа кусок түседі, жанына 20 см. Бірінші бастар алдын осылай тазалап аламыз, жақсылап. Тазалап болған соң бетіне су сөгелеп отырып, болмаса грунтовка жағып басса болады. Мына жерде қазір лазерді меткілеп қойдым. Екі кафельдің размері 1-де 20. Енді кішкене жарты сантиметр артық алдым. Мына жақта да дәл солай. Лазерді сызыққа кішкене жеткізбей қойдым. Өйткені сызық 1-де 20-бірден сызылып тұр. 1 сантиметрден көптеу болып кетті кішкене. Сосын мынадай кілтсейік. Бұрандалы 1,5 миллиметрлік. Осымен жасайтын боламыз. Ал каналға жазылып қойыңыздар, подписка жасап қойыңыздар. Біз армен қарай жұмысымызды бастаймыз. Сатыр келіп бітіріп қойдық. Беті пока шаң болып жатыр. Өйткені мына жерінің бәрі бұзылып отыр қайта-қайта. Мына жерге кафель табылмады. Бұрынғы кафелі. Сондықтан осыдан қоя салдық қайтадан. Мына жақта душа ойымыз. Бұл жақта да кафелі жасалып жатыр. Стена. Мына жерде унитаз. Екінші видео біткен соң салынатын болады. Ал ағайын сәттілік жасап, подписка жасап қойыңыздар. Мына жерде стенасына Леонардо жағамыз. Дешевый вариантта, арзан вариантта. Неден жасаймыз, қалай жасаймыз, оғанда арнайы видео салам. Бәрі біткен соң толыққанды обзор жасайым. Ал Ақсуат ауылынан барлықтарыңызға сәлем. Каналға жазылып қойыңыздар ағайындар.